Қайырлы таң баршаңызға, құрметті менің көрермендерім. Бүгін 2 октябрь, бірінші күн. Тағы да ауылдың сол жағына келдік. Кешегі адамдардың айтуы бойынша, балықшылардың айтуы бойынша көп түртпеген. Бірақ дегенмен де қазір балықтың түртетін уақыттарының бірі. Содан кейін түрту уақытынан, балық аулау уақытынан қалып қоймау мақсатында және сіздерге көрсету мақсатында осы жерге келдім. Ауылдың сол жағындамын, Қызылжен ауылының. Балықшылар енді келіп жатыр. Міне алыста 2 көлік тұр, 4-5 балықшы. Мына жағында да балықшылар бар. Енді балық түсіп жатса көретін боласыздар ғой. Міне жігіттер жеңіл машинамен де келіп жатыр ғой. Оған көп сұрақ қой, жеңіл машина келеді ма деп. Бірақ алдында біреу жүріп көрсетіп отырса келеді ғой, келді ғой жігіттермен. Қандай машина? 3 жігіт. Мына жерде біздің Самат пен Юра. Сіздерге көршілерімді көрсетіп жатқаным ғой. Әлі түрткен жоқ. Міне менің көршілерім, оң жағымда тұрған жігіттер. Оның ар жағындағы жігіттермен. Таңертең бұл жігіттер ерте келді ау деймін. Мен келсем осы жерде отыр екен ау. Тағы да келіп жатыр жігіттер. Қызылөзен бос болмайды ғой негізі. Әрқашанда адам бар. Міне мына машинада келді міне. Менен сұрайды ғой, тек бұл жерге жол талғамайтын машина барады ма дегенге менің жауаптарым міне келіп тұр. Бірақ дәл қасына теңіздің жанына бармағанмен қоясыз да мына жерге келе саласыз. Сол күтеміз енді. Балықтың түртігін. Самат үндемей шығарып жатыр, Самат. Қарап тұрмыз, бәріміз қараймыз. Саматта толқып атқан шығарып келе жатыр міне. Бүгін 2 октябрь, көтер сосын. Шығарды. Көтершейші енді. Көрінбей қалды ғой. Қазір қараймыз, міне поводогын көтеріп жатыр ғой. Ай, көтермеді Самат. Көтер. Балық көре алмай қалдық. Поводогын алмастырып тастайды қазір. Самат көрсетпедің ғой. Жаңа түсірген жеріме жүгіріп келдім. Жігіттер мен қыздар сіздерге балықты көрсету үшін. 2 октябрь, 1-ші балық. Аулап атырып бұл. Самат алыстан тұртты я? Алыстан тұртып атыр еді ғой, көрдім ғой. Міне 2-ші балықшымыз шығарды. Екі балық шығарды ғой. Бір тарашқы, бір кефаль сияқты ғой. Молодец. Алыстан сүріп тұрмын, содан кейін көрінбей жатыр. Юра шығарып жатыр міне. Бұлар деген жақсы шығарып тұр, қане. Соломка бірақ жақсы ғой адамға. Бұлар шығарып жатыр, біз қарап отырып. Балықшылар ана жағадан мына жағаға ұстап жатсыңдар ма? Ана жаққа барамыз, мына жаққа барамыз деп
Былай жүрі бар емес пе де. Ұстаған дым жоқ. Енді бұлар шамасы. Сағат 11 болып қалды ғой. Аралда қарта кетті дейм жігіттер. Өздері біледі ғой, алма жерде түртіп атқан жоқ әзірге. Мен аралды қазір бармаймын. Жігіттер алып салып атыр, бірақ одан қорытынды шығып атқан жоқ. Не ауыл Қызылөзен. Ауа райы теңізде қозғалыс бар. Мына жерде желдің бағыты шығыстан 4-5 метр бар. Ол бір жағынан жақсы болатын болар бізге. Балықтың түртуіне теңіздің қозғалған дұрыс қой. Бірақ кеше менің досым қаладан Біржан Ішселдеде аулады ғой. Енді қараймыз енді. Соңғы кездерде Қызылөзен түртіп тұрған жоқ. Жігіттердің ұстағандар біреу, екеу кеше менің инстадан көрдіңіздер ғой. 2 күн болып, 2 күн түнеп, 2 балық ұстаған Ахмет. Сол енді ауа райы жақсы деп ойлаймын бүгін. Қараймыз. Көресіздер ғой балық ұстап жатырса. Сағат таңертеңгі 10. Сонша қармақтың ішіне тек қана ұстаған Самат. Ол Самат өзінің орнында тұр, жылдар бойы сол жерден аулайды ол. Тілдің үсті дейміз, немесе Наязыке дейді олар. Юра екеуінің тұрған жері. Сол жерде сағат 10-ға сонша қармақтың ішінде, 20-30 қармақтың ішінде тек сол алды бір балықты. Білмеймін, ауа райы балықтың түртетіндей болып әдемі болып тұр, бірақ балық түртіп атқан жоқ. Құрт кейде тұрады, кейде тұрмайды. Бір лақтырсаңыз құртыңыз шығарасыз, екінші лақтырғанда құртыңыз жеп кетеді. Солай әлі уақыт бар ғой, кешке дейін. Қараймыз енді. Менің жанымдағы жігіттерде қайта лақтырып шығарып жатыр. Бірақ оларға да түрткен жоқ әзірге. Осы уақытта. Ар жағында да балықшылар тұр. Ол кісілер кеше осы жерге түнеген ау деймін. Таңертең ерте келсе осы жерде тұрды ғой. Бірақ ұстаған балықтар жоқ ау деймін әзірге. Енді қазір теңіз қозғалыста. Кешке дейін уақыт бар ғой, қараймыз. Түртіп жатса көресіздер ғой. Құрметті менің көрермендерім. 12-ге дейін бір түрткен жоқ мына жерде. Құрт тұрмай кетті. Көршілерім де кетті. Басқа жерге баратыр оларда. Енді мен қазір білмеймін, орнында алмастады шығармын. Құрт тұрмай кетті, мүмкін сәт күтетін атшарым сағат 1-ге дейін. 1-ден кейін алмастырамын. Қарайым ғой қазір. Юраның балық шығару сәті. Білдім ғой оны түртетін. Селед. Я только что вот... Я думал, селедка. Как настрой? Настрой боевой. Да? Да, теперь уже боевой, да. Как я знал, дошел. Да, конечно. Орынды өзгерттім.
Бәрі ешкімге балық тұрып тұрған жоқ бәрі. Түске дейін түрткен жігіттер екеуден ұстады балық. Біреуден күтіп отырық әлде де. Түркеді ме деген үміттеміз. Күні бойы ұстаған балықтарды көрсем аз. Шпал. Бал бірақ істеп тұрған жоқ қой, не шпал қос. Мынада шпал ғана. Тарашка болып отыр. Күн әлі жыл болып тұр ғой, негізі. Октябрьде емес. Бұрындар августте, сентябрьдің басында кететін еді, бұл әлі кетпейді. Жігіттер демалып жатыр, балық түртіп тұрған жоқ. Тек түртіп тұрған осы тарашқы сияқты балықтар бар. Давай. Айттым ғой. Әже атаң шақырса өзің ішпе. Дайынсың ба кетуге? Ал. Кетті. Ой, жігіттер, балық түртпей тұр. Балық түртпетті. Бірден үйге тайып кеттейміз, сәл-сәл. Мынау, су күшті болып тұр, тап-таза міне. Суға түсіп, енді бүгін октябрьдің 2-сі дегенмен де күн кәдімгідей жаздың күнгі сияқты болып тұр. Өте керемет, су керемет. Қарасаңыздар болады, міне су тап-таза. Оның ішінде жүзіп жүрген біздегі күшіміз. Мен көрермендерім айтып жатқаным ғой, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Су енді мен кәдімгідей жылы. Жігіттердің бәрі бір-бір сүңгіп алды. Жақсы. Әрі қарата қараңыздар біз. Осымен бүгінгі балық аулауымызды аяқтаймыз. Қызыл өзеннің сол жағынан, қала жағынан. Айта алмаймын енді балық жақсы тұртып жатыр деп. Ішімізде жақсы алғандар Самат пен Юра болды, қалған жігіттер біреу. Көбі мен сияқтылар тіпті балықсыз қайтып бара жатыр. Оған қарап тұрған жоқ, әлде де уақыт бар. Күн деген кәдімгідей қызып бастады. Жақсы, жігіттер мен қыздар, жазылуды ұмытпаңыздар. Тағы да шығамыз ғой. Біз тоқтамаймыз әлі. Балықтың сезоны ғой қазір. Жақсы, тек жақсылықта, балықта, күш жерлерде кездесейік.